Бая құдалықтарды айтшыш дайындалғандай түнімен пісіресің. Еще ағаш үйдің ішінде бықсып отырасың ғой, кондер ештеңе жоқ. Көңіл күй күшті. Рахаттанып отырасың. Стол. Екі ағаштар астына тас қойып, ағаштар толтырып қоясың. Рахаттанып отырасың. Бала-шаға бәрі кіреді, рахат. Со той дейші. О той арман болды ғой қазір. Еще тарсылдатып ортаға билеп аласың да қайтадан отырасың. Билейсің де қайтадан отырасың. Шыққың келе ме, ортасында туалетке кетіп қаласың, далаға шығып келіп темекілерін сүйгеріп туалетіне барып асықпай келеді ғой. Ресторандағыдай қайда кеттің демейді. Ой қастап, рақаттап, кірет шығат, әйтеуір құдалық бітеді ау. Келіндерді күшті шай құйып, түнімен дайындалып, әңгімені бұрқытып отырып алып келіндермен күшті. Ағайын тумаларың бәрі жиналып, үйде құдалық болады деп. Әңгімені айтып, мал сойып, түнімен әуежебе боламыз ғой. Бір-бірімізді көріп, тоқантай, шоқантай, бәрін көреміз ғой. Енді балдарына жиналып келеді ғой, свобода ғой. Қазіргіде ресторанда балдар керек емес демейсің ғой. Сол кездегі тойларды айтшы. Той бітпесін енді. Қайда болса да той болсын. Главный.